айтады: Унайс бауырым, сен енді Меккедегі адамдар бәрі сені таниды, асықпай барып осындай әңгіме туралы болып жатыр екен, бір пайғамбар деген шығыпты деген әңгіме бар. Мен бұрында бір басқа елді мекендерге барғанда еститінмін. Сол туралы сен маған бір хабардар біліп келсең дейді. Унайсты сөйтіп Меккеге жібереді. Унайс сөйтіп Меккеге барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кездестіріп әңгімесін тыңдайды. Әңгімесін тыңдап келгеннен кейін келіп қайтадан Абу Зарға келіп айтады: мен бір адаммен кездестім. Оның нұры сондай. Оның айтқан әңгімелері тек қана жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Тек қана адамдарды әдептілікке, кеңшілікке. Оның айтқан сөздері қазіргі жалған істеп отқан нәрселердің бәріне қарсы дейді. Адам өлтіруге, біреудің нақақта қан төгуге, қыз баланы көмуге деген нәрсенің бәрін қарсы екен дейді. Мен дейді, қаншама адамдармен енді өлең жарысында қатысқан адам, мен олардың өлеңдерін білем дейді. Мен олардың айтып жүрген әңгімелерін білем. Бірақ та дейді, не дейді Унайс? Мен бұны мүшриктер не деп айтып жатыр дейді? Бұны ақын деп айтып жатыр дейді, шайыр деп. Мен шайырлардың әңгімесін тыңдадым дейді. Бұл шайырлардың әңгімесі емес дейді. Бұның айтқан ұйқасты сөздері дейді Құрандағы, бұл тұнып тұрған ақиқат дейді. Және де мен оны шыншыл шын екен деп білемін дейді. Бұл әңгімені естіген кезде Абу Зар радиаллаху анху не істейді? Мен барып Меккеде өз құлағымен бұл әңгімені тыңдамайынша болмайды. Сөйтіп өзінің азын аулақ киім кешектерін жинап Меккеге келеді. Сөйтіп Қағбаның жанына ешкімге айтпастан жатып, мен Мұхаммедті іздеп жүрмін деп естен жатып, тып-тыныш қана келіп Қағбаның бір бұрышында отырады. Күні бойы отырды. Не үшін? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кездестіріп қалам ба деп. Кеш батты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кездестірген жоқ. Елдің бәрі үйлеріне тарап жатыр. Бұл бұрышта отырғаннан кейін бұны Али радиаллаху анху байқап қалады. Мынау келген адам сырттан келген бір жолаушы бейбақ екен. Қонатын жері жоқ шығар дейді. Ана кісіге жүр деп үйіне ертті дейді. Екеуі сөйлескен де жоқ. Амандасқанда енді самандасты, сөйлескен де жоқ. Келіп үйіне келіп кім? Али радиаллаху қондырады. Қонған соң ертеңгісін тұрып, ана ерте қайтадан кетіп қалады. Қайтадан барып сол Қағбаның сол орнында барып қайтадан отырады. Кеш батқан кезде Али радиаллаху анху қайтадан ана адамды байқайды. Айтады да, мынау байқұстың қайтадан баратын жері жоқ екен, қайтадан үндемей үйіне алып келеді. Енді бұл жердегі Али радиаллаху анхуның тарихын қарайтын болсаңыздар, Али деген өте адамдарды көп тексеретін, сондай ақылды жігіт болады. Бірден не істеп жүрсің деген сияқты әңгімелерді айтып, бірден таныс кетпейтін, адамды сынап бағатын. Сөйтсе, үшінші күн қайтадан сөйткен кезде, үшінші күннен кейін барып бағанағы Абу Зардан сұрайды: сен Меккеге қандай мақсатпен келдің? Атың кім болады? Мен Ғифар руынан келген Абу Зармын дейді. Қандай мақсатпен келдің десең, мен саған айтамын, бірақ та сен уәде бер, ешкімге айтпайтын. Уәде беремін деңіз. Мен осы жерде Мұхаммед деген пайғамбар шыққанын естідім. Сол кісіні көруге келдім десе, сен өте дұрыс дегенсің дейді. Али радиаллаху. Мен ол кісіні саған қазір кешке қарай апарамын. Бірақ та менің артымнан еріп жүресің. Бір үйдің жанына келіп, жан-жағыма қараймын дейді. Егер сол үйге ешқандай қорқыныш жоқ, ешкім көз жоқ болатын болса, менің артымнан бірге кіресің. Ал егер мен сол үйдің жанына келіп, еңкейіп аяқ киімінің бауын байлаған секілді іс жасасам, яғни сен менің жанымнан өтіп кете бересің дейді. Ол кімнің үйдің жанына барады? Кімнің үйге бару керек? Арқам ибн Арқамның үйіне барады. Арқам ибн Арқамның. Бағана Дарул Ислам дедік қой, Сол Арқам ибн Арқамның үйіне кірсе, ешкімде қарап отырған ешкім жоқ екен. Ақырында бекеуі де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына кіреді. Енді осы жердегі тарихтағы ең үлкен осы кітап бойынша жазылған бір үлкен дерект бар. Сол кездегі Абу Зар ең бірінші болып ассаламу алейкум деп үйге кіреді. Абу Зар радиаллаху анху ең бірінші ассаламу алейкум деп исламда амандасқан адам екен. Абу Зар радиаллаху анху. Әлі Құраннан аят әлі түскен жоқ. Ассаламу алейкум деп. Бірақ та сөйде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ва алейкум ассалам ва рахметулла, Алланың саған рахмы болсын деп қайтарған. Енді бұл да тектен тегін емес адам екен, Алла субхана тағаланың осыны амандасқанынан да білсеңіздер болады. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанына келіп,
мен ислам туралы білгім келеді дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ислам деген ашхаду ан ла илаха иллалла ашхаду анна мұхаммад абдуху расулух деп бірінші айту. Ауызбен айту, жүрекпен иқрар етіп, соны тасдиқ етіп бекіту дейді. Бүкіл исламның құндылықтарын айтқан кезде ана кісі алдына отырып ашхаду ан ла илаха иллалла ашхаду анна мұхаммад абдуху расулух деп исламды қабылдайды. Бүкіл құндылықтарды үйретеді Абузарға. Абузар сөйтеді де айтады: "Я Алланың елшісі, мен дейді, мынау жүрегіме келген қуаныш, өмірімде іздеген ақиқатты тапқаным, Алла маған осындай сый сияпатты берген, адамдарға паш етіп барып ашық айтқым келеді" дейді. Сөйтіп айтады: "Өйтпе, өйтіп өзіңе басыңа қиыншылық тууы мүмкін" дегенде, "Жоқ" дейді, "мен Қағбаның алдына барып тұрып калиманы айтамын" дейді. Сөйтіп қайтадан жүгіріп барып, Қағбаның алдына барып, Абузар радиаллаху анху ашхаду ан ла илаха иллалла деп айтқан кезде жүгіріп басталады. Ана кісіні тепкілеп, ұрып бастаған кезде әлі исламды қабылдамаған пайғамбарымыздың көркесі Аббас бар. Аббас ибн Абу Талиб. Аббас ибн Абу Талиб: "Ей, тоқтаңдар, ұрмаңдар. Сендер білесіңдер ме ол қай рудан? Ол Ғифар деген рудан. Ғифар деген ру сендердің анау керуендерің өтетін жолдардың бойында тұрған тайпа. Сендер оны өлтіретін болсаңдар, одан кейін емін еркен солның көші сол ауылдың шетінен өтем деп ойламаңдар. Сендерді де көкелеріңді көрсетеді" деп анан аман алып қалды дейді. Анау болса таяқ жегенде довольный. Ана жақта мұсылмандар таяқ жеп жатыр, мен де таяқ жегенім еді. Сөйтіп келесі күні барып мен тағы да айтамын дейді ғой. Келесі күні барып қайтадан ашхаду ан ла илаха қайтадан қайтадан Аббас оны сүйреп шығады ішіне. Шыққан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Абузар, сен ауылыңа бар" дейді. Ауылыңа барып осы мен айтқан нәрселерді үйрет дейді, исламға шақыр. Бағанағы айтады ғой, әрбір есті адамға, балиғат жасына толған адамға бағанағы исламды тарату парыз. Әміл мағруф накил мұнкар деп бүкіл оның жақсылықтарын үйретіп, Абузарды өзінің Ғифар руына қайтарады. Абузар Ғифар руына барған кезде Абузардың өзінің алдындағы халқы күтіп алады. Түскен кезде Абузар бірден бастап: "Ей халқым, мен сендерге осындай Алла субхана тағаланың жіберген ең үлкен кеңшілігі, соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам алдынан келе жатыр. Ол бізді исламға шақырып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйып жатыр. Бұрынғы біздің осы өмір бақи істеп келе жатқан жаманшылықтарымыздың бәрін өздеріне де және елге де көмектесе алмайтын пұттардан бас тартуды үйретіп жатыр" деген кезде елдің бәрі бұған аузын жаптырмақшы болады. Ғифар ру: "Ей, аузыңды жап, не деп бастадың, сен де сөйтіп сол нәрсені бізге алып келатсың ба" деген кезде Хаффар деген Ғифар руының басшысы бар. Хаффар деген кісі. Хаффар тайпаның басшысына дейді: "Тұра тұрыңдар" дейді. "Сендер анау ессіз адам құсап, бұны бірден тоқпаштамай тыңдайық, не айтып жатыр бұл" деген. "Не айтып жатсың? Бізге де айт, тыңдап көрейік, мүмкін сен айтып жатқан дұрыс шығар" деген кезде, "Мен бір күн мынандай істегем" дейді. "Сол күннен бастап пұттарға көңілім қалған" дейді. "Ол қандай нәрсе" деген кезде, "Мен бір күні өзіміздің құдайымыз деп жүрген құдайымыз бар ғой, ол жерде Нухам деген құдай болатын. Аяқта Латуза болса, Меккеде мыналардың құдайлары Нухам деген пұт болатын. Нухам. Сол Нухам деген пұтқа өзімнің үйіндегі сауып түнімен бір осындай дегер сүт дайындадым" дейді. "Сол сүтті келіп, ана пұтқа тарту ретінде қойдым" дейді алдына. "Сөйтіп ол тартуда менің берген тартуымды алам екен деп нәзірімді деп қарап тұрдым" дейді. "Біраз уақыттан кейін бір сумаңдаған бір ит келді" дейді. "Сөйтті де ана сүттің бәрін өзі жалап ішіп тұрды" дейді. "Мен ана пұтқа қарап тұрдым да, мынау енді түк болмай ма не депші мына итке. Оны ит ішіп кеткенмен қоймай" дейді, "ана пұтқа келіп зәр сындырды" дейді. Ана ит. "Сол кезде ана пұт оған түк істей алмайтынын көрген кезде айттым" дейді, "Мұндай құдайға табынуға болмайды. Өзіне де және өйстіп өзінің алдындағы асын ішіп кетіп, онан кейін оған зәрін сындырып кеткен нәрсеге сендер қалай табынасыңдар" деп айтқан. Сөйде бағанағы шулап отқан адамдар тып-тыныш болды. Мұхаммед алейхиссалам алып келіп отқан дін дейді, ешқашанда жақсылықты жоқ демейтін, жақсылыққа жарысыңдар деп айтады. Жақсылықты шақырып жамандықтан тыйыңдар дейді. Ол біздің ата-бабаларымыз алып келе жатқан анау нақақтан нақақ баланы өлтіруді, қыз баланы көмуді деген нәрселерді жоққа шығарып, ондай нәрселерді жаман деп үйретіп жатыр. Деп өзінің тайпасындағы болып отқан жаман қасиеттердің бәрін тізіп шығады. Бұл деген ислам бойынша болмайды дейді.
өйстіп бүкіл алла субхан тағаланың өзінің берген күш қуатымен алла қалаған құлына хидаят қыламын дейді. Ана адамдардың ғаффар, бағана ғифар руының хаффар деген басшысынан бастап біраз адам сол жерден исламды қабылдайды. Бұл деген алғашқы меккелік емес адамдардың ислам қабылдауы. Меккелік емес ғифар руының бірінші шеттегі адамдардың исламды қабылдап жатқан кезі. Мединаға қарағанда бұлар бірінші қабылдады, ғаффар руы. Потом ғаффар деген кішкентай ғана ауыл ғой, былай айтқан кезде. Медина деген қала ғой, мегаполис. Былай, сол заманның бойынша ше. Енді Қағбаның алдында келіп, бағанағы сахабалардың өзі айтады. Біз деген тығылып өйстіп жүрміз. Бақта алла субхан тағаланың ұлық болған кәламын, Құран-ы кәрімді мүшриктерге тыңдап жатқан адам жоқ. Біз өзіміз ғана келіп, пайғамбарымыздың бағанағы Арқам ибн Арқамның үйінде ғана тыңдап жатырмыз. Осы Құран-ы кәрімді алғаш болып мүшриктерге кім оқып береді екен дейді ғой. Сөйдек бірінші болып қолды кім көтереді? Абдулла ибн Масғуд көтеріп еді, радиаллаху. Абдулла ибн Масғуд деген